Келес аудандық құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімінің тапсырысы негізінде дәл қазір ауданда үш бірдей маңызды нысан бой көтеруде. Атап айтқанда аудан орталығы Абай елді мекенінде заманауи үлгідегі спорт кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Аталмыш нысан 2023 жылы басталса, жобаның бас мердігері корпорация Ақорда жауапкершілігі серіктестігі. Спорт кешенінің жалпы құны 1 миллиард 848 миллион теңгені құрайды. Осылай деген құрылыс бөлімі мамандарының айтуынша, бірегей үлгідегі спорттық нысан биылғы жылдың қазан айында қолданысқа тапсырылады деп күтіліп отыр. Бұдан өзге аудан орталығында биыл сәуір айында мұражай құрылысы да бастау алған. Жобалық құны 824 миллион теңгені құрайтын бұл нысан 2026 жылы пайдалануға берілетін болады. Бұдан өзге Келес ауданына қарасты Жүзімдік ауылдық округінің Жүзімдік елді мекенінде дәл қазір 149 орынға шақталған мәдениет үйінің құрылысы жүргізілу үстінде. Келес ауданының құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесі тапсырышы болып, ауданымызда 3 нысанның құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі біз тұрған нысан Келес ауданы Абай ауылы Асанқайық көшесі бойындағы спорт комплексінің нысаны. Құрылыс жұмыстары 2023 жылы басталған. Жалпы сметалық құны 1 миллиард 848 миллион теңге. Бүгінгі таңға 1 миллиард 549 миллион теңге игерілген. Қазіргі таңда нысанның ішкі жұмыстары толық бітіп, қазіргі асфальт төсеу, көркейту, көгалдану жұмыстары қалған. Сонымен қатар 2025 жылы басталған Абай ауылы Асанқайық көшесі бойында мұражай құрылысы бар. Оның жалпы сметалық құны 824 миллион. Биыл сәуір айында басталған. Бүгінгі таңға облыстық бюджеттен 80 миллион теңге қаржы бөлініп, ол толығымен игерілді. Үшінші нысанымыз Келес ауданы Жүзімдік ауылдық округі Жүзімдік елді мекенінде 149 орындық мәдениет үйінің құрылысы. Биылға 200 миллион республикалық халық бюджеттен қаржы қаралған. Мердігер мекеме қазіргі таңда өз қаржысының есебінен құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әр мекеменің өзінің техникалық қадағалаушы мекемелері бар. Соның эксперттер бар. Эксперттер келіп, орын алған кемшіліктерді мерзімінде айтылып, олар мерзімде жойылып отырылады.